Облыс тұрғындары енді өздерінің сайлау учаскелерін мобильді қосымшалар арқылы біле алады. Бұл цифрлық жобалар азаматтардың уақытын үнемдеп, маңызды шара кезінде келеңсіздіктер туындамасы үшін жасақталған. Смарт Урал мобильді қосымшасы 1 жыл бұрын іске қосылды. Осы уақыт аралығында оны 15 мыңдай адам қолданып үлгерген. 30 шақты қызмет түрі топтастырылған қосымшада жуырда жаңа сервис пайда болды. Енді азаматтар арнаулы бөлімде жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы сайлау учаскесінің нөмірімен орналасқан орнын біле алады. Дәл осындай мүмкіндік Айкөмек 109 телеграм боты мен Тугис байланыс жүйесінде қарастырылған. Цифрландырудың мұндай озық үлгілері адам өмірін жеңілдетіп, саяси шараның ойдағыдай өтуіне ықпал етеді дейді мамандар. 2GIS мобильді қосымшасында осы функционал енгізілген болатын. Онда кез келген тұрғын мобильді қосымшаға кіріп, өзінің мекен жайын, өзінің ғимаратын таңдап, қай учаскеге тіркелгенін, сол участок туралы мәліметтер біле алады. Айкөмек Уральск телеграм боты жайлы айта кететін болсақ, бұл бот арқылы тұрғындар тек қана сайлау учаскесін біле қоймай, онда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық сұрақтар бойынша және басқа да сұрақтар бойынша өздерінің өтініштерін қалдыра алады.